Қоңыр ананың қоныс аударуы. Әлде ақиқат, әлде аңыз, шежіре қуаласаң қызық бір оқиғаға тап келесің. Кіші жүздің ішінде әлім, әлімнің ішіндегі шектірен тарайтын кішкене деген ру бар. Сол руға байланысты ел ішінде мынадай бір әңгіме бар. Кішкене деген кісі аты, мінезі ұрда жұқтау болса керек. Ағайындармен ренжіскен бе, әйтеуір әлде бір жағдаймен өз елінен кетіп, 6 айшылық алыс жер арқа жақтағы бір байдың жылқысын бағады. Кішкене жылқы соңынан ері беретін жай жылқышы емес, табиғаттың тамырын ұстап, ай мен жылдың ауа райын тап басып айтатын сұңғыла қазақ екен. Бір жолы ол басқа жылқышыларға биыл қыс қатты болғалы тұр, жұт болып мал қырылуы мүмкін дейді. Оның сөзін басқалары елемейді. Шынымен сол жылы жұт болып мал қырылады. Ал ол кезде кішкене үйір-үйір жылқысын айдап басқа жаққа кетіп қалған екен. Бар малынан айырылған бай кішкене қалған жылқыларымды аман есен алып келсе, қызымды берер едім дейді. Көктем шығып, күн жылғанда кішкене үйірлі жылқыларын шұрқыратып, аман есен айдап келеді. Бай уәдесінде тұрып, кішкенеге Қоңыр деген қызын береді. Сөйтіп, қайын жұртынан отау шыққан кішкененің тұңғышы да дүниеге келеді. Оны қыздың әжесі, байдың шешесі бауырына салып алады. Ол үйсін сары кемпірдің баласы болып, кейін сары үйсін атанып кетеді дейді. Әлде ақиқат, әлде аңыз, әңгіменің бір шалғайы. Жыл артынан жыл өтіп, екінші баласы дүниеге келеді. Ол өз қолдарында болады. Аты Жиеней. Біреулер азан шақырып қойған аты сол десе, біреулер нағашылары Жиен, әй Жиен, Жиеней деп атап жүріп, Жиеней атанып кеткен дейді. Күндер өтіп айға, айлар өтіп жылға ұласады. Бір күні келіншегі Қоңыр аяғасынан кішкенеге, біз сенің еліңе көшейік дейді. Мен олармен араздасып кеткем, қайырылмаймын деп кеткем, дейді күйеуі. Сонда Қоңыр, әй кішкене, мен келін болып сәлем салып, ас қайырарда табақ алып, үлкендерден бата алайын да, төркінімде жүріп кімге сәлем салам? Сәлем салмасам, табақ алмасам, ата-енеме қызмет қылмасам, кім маған бақытты бол қарағым? Алла ұзақ ғұмыр берсін, бала шағаңның қызығын көрші жағым деп бата береді дейді. Жеңге келіндері рулы елдің батасын алып жатқанда, қызыға қараған ол осылайша күйеуіне қолқа салады. Сонымен не керек, кішкене үй ішімен сырға қарай көшеді. Қоңырдың әкесі қызының жасауы деп алдына үйірлі жылқы, қоралы қой салып береді. Жылжи көшкенде жыл жарымсыз таусылып бермейтін алыс жолда Қоңыр үшінші баласын босанып, оның атын Жолшара қояды. Арада көп жылдар өтіп, үйлі баранды оралған соң ба, еліне жақындағанда кішкене Қоңырды бүкіл малымен бір жерге дамылдата тұрып, өзі ауылына кетеді. Мінекей, қоралы қойын лықсытып, үйірлі жылқысын бұлықсытып, Қоңыр қос тіккен сол жер кейін Бай Қоңырдың жері, Бай Қоңыр атанып кетеді. Кішкене еліне келгеннен кейін Құрманай, Құттық, Асан, Үсен деген ұлдар дүниеге келеді. Қазір олардың ұрпақтары Қызылорданың Қазалы өңірін мекендейді екен. Осы адам аттары қазір ру атына айналған, яғни 6 кішкене деп атайды. Кішкенеден тарайтын Жиеней, Жолшара, Құрманай, Құттық, Асан, Үсен деген 6 ата. Ру атына ұйқастырып мінездеме бергіш қазақ Жолшарадан тарайтындарға Жолшара, Жолшарадан туған бейшара деп әсілдеп жататын көрінеді. Әрине, бұл ұзақ хикая. Ел ішіндегі әңгіме болған соң, біреу жетпей, біреу артық айтуы заңды. Біз де соның біріміз. Айтпағымыз батаға ынтық болған әжелеріміздің бір мысалы ретінде Қоңыр ананың қоныс аудару себебі осы еді.